Сәлем шебер ханымдар. Бүгін біз сіздермен домалақ сөмке тоқитын боламыз. Міне мен домалақ сумканың бір жақ шетін тоқыдым. Енді екінші жақ шетін осындай сұр түсті мойшақпен тоқитын боламыз. Яғни менің сөмкемнің бір жағы осындай ақ болады, а екінші жағы осындай сұр түсті болып келеді. Ол үшін біз қазір егер біз алдыңғы фермуармен тоқыған сөмкеміз 4 мойшақпен тоқыған болсақ, бүгін біз осындай домалақ негізді 6 мойшақтан бастайтын боламыз. Ол үшін бізге керек леска. Менің мойшағым 10 мм-лік және леска 6 мм-лік болып келеді. Лескамды мен бірден ұзын қылып алып аламын. Бірақ сіздер өздеріңіздің ыңғайыңызға қараңыздар. Мінекей. 6 мойшақ кіргіземіз. Үш, 4, 5, 6. 5, 6. Ортасына әкелеміз. Енді әдеттегідей түйін жасаймыз. Соңғы мойшағымызға керісінше кіргізіп, мінекей. Ал мына сол жақтағы лесканы түйінге өткіземіз де тартамыз. Бұл жерде де түйін бізде мойшағымыздың ортасында болу керек. Осы мойшақтың акрилді мойшақтардың бір әсерлері, бұл жерде түйін көрінеді, мінекей ортада тұр. Көрдіңіздер ме? Енді ары қаратай жалғастырамыз. Қараңыздар, бізге келесі екінші қатар тоқу керек, мінекей қараңыздар. Міне біз біреуін тоқыдық. Енді біз екінші қатарға көшу үшін, ол үшін бұл жерде де 6 мойшақ. Ол үшін бізде негізде бір мойшағымыз бар. Оған біз 10 жақтағы лескаға 5 мойшақты іліп аламыз. 1, 2, 3, 4 және 5. Мінекей әкелдік те соңғысына түйін жасаймыз. Түйінімізге сол жақтағы лескаға өткіземіз. Және қатты осы жерде тартамыз. Міне. Көрдіңіздер ме? Ал енді сол жақтағы лескамызды әдеттегідей жанында тұрған мойшаққа, астында тұрған мойшаққа енгіземіз. Міне. Кешіріңдер. Леска ұзын болғасын, ондай болып тұрады. Енді қараңыздар, бізде 2 мойшақ бар, Бізге қажет қазір 10 жақтағы лескамызға 4 мойшақты алып, жаңағы 2 мойшаққа қосқанда бізде болады 6. Қараңыздар, 1, 2, 3, 4. Мінекей, 4 мойшақты алдық. Соңғы қатарға мінекей кіргізем. Түйін шығардым да, бұл түйінге кіргіздім. Және тартамыз. Так, енді тартқаннан кейін біз оны сол жақтағы лесканы әдеттегідей жанында тұрған мойшаққа кіргіземіз. Міне. Дәл осылай ары қаратай
жалғастырамыз. Қараңыздар, мен мінеке тағы да екеу тоқыдым, е. Енді міне соңғысына келген кезде тағы мына жерге бір 3 моншақ жетпейді. Ол үшін біз қараңыздар, жаңағы біз өткіздік. Міне жанындағы әдеттегідей бір моншаққа өткіземіз. Одан кейін жоғарыдағы сол жақтан жоғарыда тұрғанға бір моншаққа міне өткіземіз. Енді бізде міне 3 моншақ бар. Енді біз оң жақтағы қазір тағы 3 моншақты аламыз. Соңғы моншаққа біз түйін жасаймыз. Сол жақ лескамызды түйінен өткіземізді, тартамыз. Біз бірінші қатарды, бірінші айналымды аяқтадық. Енді біз қазір міне біз мына қатарды аяқтадық. Енді біз үшінші қатарға көшеміз. Үшінші қатарға көшу үшін бұл жерде біз мінеке 6 моншақ, сосын 5 моншақ, 6 моншақ, 5 моншақ етіп, яғни бұлай мінеке дөңгелек жасайтын боламыз. Бұл бізде қазір мінеке 6 ұрышты болып тұр моншағымыз, лескамыз. Сондықтан енді қараңыздар, бізде мұнда 2 леска, 2 моншақ өтіп тұр. Оң жақтағы лескамызға біз қазір 4 моншақты аламыз. Алтылықтан бастаймыз. Алтылықтан бастадық мінеке. Соңғы моншақтан біз түйін жасаймыз. Соңғы моншаққа. Қасымда моншақтарды қызым ойнап отыр. Ал енді сол жақтағы лескамызды біз мына жерде лескам айналып бері аламыз. Мына жерде жанында тұрған моншаққа өткіземізді. Оң жақтағы лескаға 3 моншақ аламыз. Яғни 5 моншақты етіп шеңбер тоқимыз мына жерден. Соңғы моншаққа түйін жасаймыз. Түйіннен лескамызды өткіземіз, тартамыз. Көрдіңіздер ме? 6-лық және 5-тік. Енді сол жақтағы лескадан бұлай өткіземіз. Моншағымыздан. Мінеке, біреуінен өткіздік. Енді жанында тұрған екіншісінен өткіземіз. Ол бізге 6 моншақтық шеңбер жасау үшін қажет. Міне. Енді оң жақтағы моншаққа біз 3 моншақты аламыз да 6 моншақтық шеңбер жасайтын боламыз. Міне. Бұл жерде лескам кішкене алдында бір басқа моншақты босатқанда
соңғы лесканы ысырап болмасын деп ала салған ғой. Бірақ жаңадан бір айналған леска. Содан кейін қажет болмағаны мен алып тастаған айналып отыр. Енді қараймыз, мінекей 6 мойшақтық, иә. Енді мына сол жақтағы лескамызды біз жанындағы мойшаққа өткіземіз. Мінекей 2 мойшақ бар. Мына жерде біз 3 мойшақты алып 5-тікті жасаймыз. Одан кейін мына 2 мойшаққа өткізіп 6-лықты жасаймыз. Яғни осылай біз шеңбер етіп тоқып шығамыз. Міне қараңыздар, соңғы қатарға келдім. Мына жерде міне бізде 1 мойшаққа кіргізбей, 1-2 мойшаққа кіргіземіз де, бұл бізде 5-тік болады. 5-тікпен біз аяқтаймыз. Міне, енді 10 жақ лескамызға 2 мойшақты аламыз. Соңғы мойшаққа біз түйін жасап, мына жақты тартамыз. Міне. Сөйтіп бізде шеңбер шықты. Енді біз мінекей мына қатар тоқыдық, мына қатар тоқыдық, мына қатарды тоқыдық. Енді біз келесі қатарды кәдімгі 4 бұрышты етіп ромбикпен тоқимыз. Яғни міне ромб шығаратын боламыз. Мінекей. Өзімізге әдеттегідей үйренген ромбикті шығарамыз. Ол үшін бізде міне 1 мойшақ бар. 10 жақ мойшағымызға біз 10 жақ лескамызға 3 мойшақ аламыз. Үш мойшақты алғаннан кейін соңғысына түйін жасап, сол жағымыздағы лесканы өткізіп тартамыз. Міне. Сол жақтағы лескамызды қасымызда тұрған мойшаққа өткіземіз. Көрдіңіздер ме? Ромбик шықты. Енді бізде 2 мойшақ бар. 10 жақ лескамызға тағы да 2 мойшақты алып, түйін жасап, тартамыз. Мінекей. Тағы да сол жақтағы мойшағымызды астына өткіземіз. Лескамызды астыңға тұрған мойшаққа өткіземіз. Міне, көрдіңіздер ме? 2 ромбик қатар болды. Дәл осы әрекетпен былай қартай аяқтаймыз. Мінекей мен аяқтадым ромбиктармен тоқуды. Енді қараңыздар, сол жақтағы лескамызды қазір міне жанындағы 1 мойшаққа өткіземіз. Міне. Одан кейін үстіндегі 1 мойшаққа өткіземіз. Енді қараңыздар, бұл жерде бізде ромб аяқтау үшін біз 1 мойшақ, 10 жақтағы лескамызға 1 мойшақты алып, түйін жасап, сол жақтағы лескамызды кіргіземіз, тартамыз. Сонда міне бізде аяқталған ромбиктар болып шықты. Енді келесі қатар, қараңыздар. Біз мінекей ромбиктарды тоқып болдық. Енді бізде келесі қатар 5-тіктерден, яғни 5 мойшақтан тоқитын боламыз. Ол үшін біз мінекей 10 жақтағы лескамызға міне 1 мойшақ бізде бар. Енді бізге 4 мойшақ алу керек.
түйін жасаймыз да, сол жағымыздағын өткізіп тартамыз. Енді сол жақтағы лескамызды жанымызда тұрған мойшаққа кіргізіп шығарамыз. Келесі жолы біз оң жақтағы лескамызға міне 2 мойшағымыз бар. Оған 3 мойшақ қосамыз. Мінеке. Тартамыз. Ары қартай дәл солай жалғастырамыз. Міне жанымыздағы мойшаққа өткіздік. Енді ары қартай оң жақтағы мойшағымызға оң жақтағы лескамызға 3 мойшақтан алып ары қартай жалғастыратын боламыз. Қараңыздар, менде бір жақ лескасы аяқталды. Оны аяқталған кезде қалай закрепка жасау керектігін көрсетем. Примерно бір 10-15 сантиметр қалған кезде арт жаққа қайтып былай бұлдай закрепканы тек қана 10-дық миллиметрлік мойшақты алған кезде ғана жасайсыздар. Мінеке. Ал мынаумен мына жағымен мен керісінше тағы да бір айналып шығам, мына жағына кірем. Былай қартай тағы бір шеңбер жасаймын. Мына жерменде айналып кетті. Бізге мына 2 лесканың 2 ұштары бір жерде кездескені керек. Яғни сол үшін мен мінеке мына жақтан бір шеңбер жасап былай айналып жатырмын. Енді 2 жақты бір жерден шыққандықтан бұл жерде біз 2 рет байлаймыз, кәдімгі түйін жасап. Қатты тартасыздар. 2-ші рет байлаймыз. Тағы да қатты тартасыздар. Қатты тартып сосын мына бір жақ лескамен керісінше жаққа қайта шыққан жағынан қайтадан сол жаққа кіргізіп шығарып аламыз. Бұл жерде мінеке ұшы бөгет тұр. Қиып тастаймыз. Жаққа тартылмапты ғой. Босап кетті. Қайтадан бәрін тексеріп аламыз да. Босамау үшін қатты тарта аламыз. Түйін бұлдан жаққа кірмей тұр, басқа жағын көрейік.
Қазір мен камераға ыңғайсыз болып тұр, мен кіргізіп алайын. Міне, өткізіп алдым мына жағына. Енді осы мына түйін, жаңағы 2 рет байлағанымыз, осы моншақтың ортасына кіріп кету үшін біз мына жақты қатты байлаймыз, қыздар. Қолдарыңызды кесіп кетпесін, лескаға байланыстыр. Менің қолым үйренген ғой. Болмай жатыр. Мінеке. Міне. Көрдіңіздер ме? Ортаға кіріп кетті. Мен жерде тұр, мінеке. Болды. Сосын оны біз ақырын алып, абайлап, жаймен қиып тастаймыз. Бүйтіп, дәл түбінен келіп. Мен оны соңында қиям. Шорт түсіру үшін. Бөгет болмағандай осылай тығып қоям. Енді жаңа леска алған кезде, жаңа лескамызды біз мінеке мына жерден бір кіргізіп аламыз, бір жақ шетін. Жаңағы аяқталған жерден, е. Кішкене итеріп аламыз, моншағымыз не өтпей жатыр. Түйінге тұрып қалған шығар. Онда біз бір жақ шетін өткізіп, қазір міне және жағында тұрған моншаққа өткізіп, аламыз да арман қартай өзіміздің іс әрекетімізді жалғастырып тоқи береміз. Яғни оң жақтағы лескаға 3 моншақты алып, мына жаққа дейін, басына дейін әкеп тоқимыз. Қазір мен тоқып алайын. Қараңыздар, шеңберімді аяқтауға жақындадым. Соңғы қатарға келгенде мінеке, астыңғы лескамызды біз жанындағы моншаққа бір өткіздік. Міне, сосын жоғарыдағы моншаққа лескамызды өткіземіз. Міне. Енді бізде астымызда 3 моншақ бар. Оң жақтағы лескамызға 2 моншақты алып, түйін жасап, сол жақтағын өткізіп тартамыз. Осымен біздің тағы бір қатарымыз аяқталды. Енді біз келесі қатарға көшеміз. Мінеке, біз 5-тікті тоқыдық. Келесі қатар бізде 6-лық. Яғни дәл сол әрекетті тек қана 6 моншақпен шеңбер жасайтын боламыз. Мінеке. Ол үшін біз сол жақ моншағымызды, сол жақ лескамызды мына жағында тұрған моншаққа кіргіземіз. Ал оң жақ лескамызға 4 моншақты аламыз. Төрт моншақты алып, соңғы моншаққа түйін жасаймыз. Сол жақтағы лескамызды түйіннен өткіземіз де тартамыз. Міне. Ал астыңғы шыққан лескамызды, сол жақ лескамызды мінеке бір моншаққа және оның жанындағы екінші моншаққа өткіземіз. Енді бізде 3 моншақ бар. Жетіспеген 3 моншағымызды оң жақ лескамызға алып, шеңберімізді
аяқтаймыз. Міне. Тартамыз. Тағы да астыңға шыққан лескамызды бір қатар мойшаққа мінеке және екінші мойшаққа өткіземіз. Дәл осылай ары қартай жалғастырамыз. Яғни қыз оң жаққа біз 3 мойшақты алып аяқтай жалғастырамыз. Түйін жасап, астыңғы лескамызды 2 мойшаққа өткізіп, тағы да ары қартай жалғастырып, осылай шеңберімізді аяқтаймыз. Міне қараңыздар, осының соңғы қатарының соңғы қатарға жеттік, е, алтылыққа мінеке. Енді мен сол жақтағы лесканы мінеке әдеттегідей бірінші, содан кейін екінші мойшаққа кіргізгеннен кейін барып, бұл жерде жанында тұрған мына алтылықтың біреуін іліп әкетем. Сонда мен 4 мойшаққа кіргіздім, қараңыздар. Міне. Енді менде аяқталмаған алтылық болғандықтан оң жақ лескама мен 2 мойшақ іліп, міне, түйін жасаймын. Содан кейін түйінге сол жақтағы лескамызды кіргізіп тартамыз. Міне. Енді бізде соңғы қатар, мінеке, соңғы қатарға бізде кәдімгі өзіміздің ромбигімізді тоқитын боламыз. Ол үшін бағана жасағандай міне 1 мойшағымыз бар. Оң жақтағы лескамызға 3 мойшақты іліп аламыз. 1, 2, 3 өткіземіз де, өткізіп түйін жасаймыз. Түйінімізді сол жақ лескамызбен бекітіп, кіргізіп, былай тартып, астыңғы тұрған лескамызды сол жақтағы лескамызды жанында тұрған мойшаққа кіргіземіз. Ал енді міне бізде 2 мойшақ бар. Енді тағы да оң жақтағы лескамызға біз 2 мойшақты аламыз. Түйін жасаймыз. Сол жақ лескамыз түйінге кіргіземіз де тартамыз. Міне. Астыңғы лескамызды мына жанындағы мойшаққа кіргіземіз. Мінеке. Ары қартай дәл осылай жалғастырамыз да осыға дейін келеміз. Міне, соңғы қатардың ең соңғы жеріне келдік бастауымызға. Жаңағы біз сол жақтағы лескамызды, қазір ол астымызда тұр, леска. Әдеттегідей жанындағы мойшаққа бір өткізіп, және жоғарыдағы бір мойшаққа өткізіп қоямыз. Енді бізде мінеке 3 мойшақ бар. Біздің ромб фигурасы шығу үшін тағы бір мойшақты қосып, түйін жасаймыз да, оны біз тартамыз. Міне. Болдық. Осымен біздің екінші шеңберіміз де аяқталды. Яғни біздің мына жерден біз сосын закрепка жасап, оны қиып тастаймын әрине. Енді қараңыз, мінеке, 2 бірдей дайын болды. Менің бір жақ сөмке мынандай ақ болса, екіншісі осындай сұр болады. Амандық болса, келесі сабақта біз осы 2 шеңберді бірімен бірін қосуды үйрететін болам. Назарларыңызға рахмет. Подписка жасап, лайк қойыңыздар.